Биылдың өзінде бірнеше базарда өрт шықты. Соңғысы Бекшанқайдағы өрт. Ол жерде жүздеген кәсіпкер банкротқа ұшырады. Жалпы осы тексеріс жүріп жатыр ғой, тергеу жүріп жатыр. Сіздерде ақпарат бар ма? Бұл өрттің орын алуында не себеп болды? Болжам бар ма қандайда? Және Бекшанқай базары кезінде қолданысқа тапсырылғанда өрт қауіпсіздігінен қалай өткен? Осы өрттерден кейін Төтенше жағдайлар министрлігі елдегі барлық базарларды жаппай өрт қауіпсіздігіне тексеруді жүргізе ме? Сұрағыңызға рахмет. Енді біріншіден Бекшанқайды айтып өтсек, өздеріңіз білесіздер, таңғы сағат 3-те бізге өзіміздің қасындағы 7-ші өрт сөндіру бөлімі көріп, өздері келді. Сол енді уақытын жіберіп алған, біз келгенде уже іші бәрі өртте болатын. Bir жақ шеті құлап жатты. Бірақ та біздің құтқарушылар, өрт сөндіргіштер кешкі 6:30-ға дейін жұмыс істеді, сол жерде өртті жойғанша дейін. Бірақ та мына жағында тағы бір орда базары бар, соны алып қалдық. Сол үшін енді оны тексеріп шешінен аудит бар. Оның алдында аудит тексеріс болғанда, онда ешқандай кемшілік жоқ деген. Сол үшін біз ол объектті аудит болғасын тексерген жоқпыз. Қазіргі кезде қозғалған экспертиза осы айдың аяғына дейін дайын болу керек, сол кезде белгілі болады не үшін болған. Ал енді біздің қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігінің жұмысын қандай жағын күшейтіп жатқанымызды қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, 2020-дан 2023 жылда мораторий болған. Сол кезде осындай үлкен сауда үйлерін біз тексерген жоқпыз. Осы 2000 шартты үлкен сауда үйлерін біз жыл сайын тексереміз. Осы жылы 63 сондай жоғары сауда объектілерін тексердік. 941 өрт қауіпсіздігі бұзушылар анықталды. Қазіргі кезде біз өзіміздің заңға көп өзгерістер енгізілген. Соның біреуі 2000 шартты осындай көп адам болатын сауда объектілері қазір осы неге сақтандыруға жатады. Енді ойлаймын, сол осындай жақсы өзгерістер өрттің қауіпсіздігінің деңгейін арттырады деп. Рахмет.